Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Менің есімім Ғалымжан. Бүгін Умни инвестиция рубрикасында Success Factory компаниясының VR технологиясы талқылайтын боламыз. Егер ұнап жатса, ақылды инвестиция өз болашағыңыз жасауыңызға жақсы мүмкіндік. Сонымен VR бұл виртуалды реальность, виртуалды шындық. Интернеттен басталған бұл. Сол интернеттің қазіргі әбден шарықтау шегіне жетіп, адамзаттың екінші тарихы, екінші қадамы 3D форматта, 3D платформада бүкіл дүние жүзін көре алатын, сезіне алатын, ішінде қыдырып, аралап, бизнес жасай алатын жақсы кеңістік ашылып жатыр. Оны байқап отырған шығарсыздар өзіңіздер. Фейсбуктың өзі метаға ауыстырып, қазір миллиондаған ақшасын салып, сол бағытта жұмыс істеп жатқан жағдай бар. Дүние жүзінде 3-4 компания қалады. Сол компанияның бірі Success Factory компаниясы. Сол метавселенныйға біздің компания кіреді. Сол платформасын былтыр осы февраль айында 200 миллионнан аса ақшасын салып, 120 программисті именно осы метавселенный платформасына дайындап отырғызды. Алдымыздағы 25-27 ақпан айында 4 жылдан атап өтетін болады. Компания өзінің мерейтойын, сол кезде өзі бета версиясын өтеді. Қазіргі біздер өзі сатылып жатқан 4 пакеттің 140 евроға, 275 евроға, 550 евроға, 1100 евроға алып жатқан пакеттердің барлығын алғашқы табысын келесі жылдың февраль айында уже 12 айдан көре алатын жағдайыңыз бар. Бұның ішінде пакеттердің ішіндегі ең үлкендерін алғандарыңыз жақсы болады, абзал болар еді деп айтар едім. Өйткені оның ішінде акциядан басқа компания өзінің универсальный пулдары, Infinity деген тағы пулдар бар. Олардың бәрін ақырындап түсіндіріп кететін боламыз. Соның барлығы бірдей промоушнмен үстіне тағы да акциялар қосылып тұрып жатқан жағдайы бар. Нақтырақ керек болатын болса, жекеге шығып хабарласатын боласыздар. Виртуальный реальность бәрі бірдей, ішіндегі ойындар, әйтпесе жаңағы қазір біз осы шындықтың өзі біз әлі дұрыс қабылдай алмаймыз өмірімізде. Бірақ виртуальный шындықта ұнамауы да мүмкін, қаламауы да мүмкін. Бүкіл дүние жүзінде 7 миллиард халықтың бәрі бірдей кіріп кетпейді ол жерге. Жақсы, бірақ ол жердегі қазіргі сатылып жатқан акциясы сізге ай сайын табысын еселеп әкеліп тұратын болады, балаңыздың баласына мұра болып қалатын жағдай болады. Осыны бақылауға қойсаңыз егер, осы шындыққа осы көзбен қарайтын болсаңыз, сіз ол жерден инвестор ретінде өзіңіз табуыңыз керек болады деп ойлаймын ол жерде. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, осы 25-27-сінде айтып кеткендегідей 4 жылдық мерейтойы бар. Кіріп өздеріңіз сол компанияның өзіңіз воочию онлайн конференциядан қазір билеттер сатып жатыр. Қарап көрсеңіздер болады. Барлығын түгел қарап көзіңіз анық жеткеннен кейін сол компанияның, осы компанияның акциясын алып, жақсы инвестиция салып, ар жағында табысқа жетуге болатын, болашақта семейный капитал жасауға болатын бірден-бір жол деп айтар едім. Рахмет, назарларыңызға. Аман жолыққанша бақытты болыңыздар.